Ей қазақтың жастары, батырең сен, меңдегенше санаңды соқыр өлшем. Замананың бұл да бір сауалы ма, әйткенмен де жақсыға мақұл ерсең. Бір хикая айтайын, тыңдайсың ба? Тіпті тыңдағаныңа ақы берсем. Шырқырайды жан даусым құлындайын, бағыз әлемге қалайша бұрылмайын. Қылбыраудың 300 жыл буындырған зардабынан әлі де қырылдаймын. Құлшынсам да рухани жаңғырам деп, келтіре алмай жүрміз бе түгін қайын. Бұл бассыздық азаяр көбейгенде, Есет батыр көті бар ұлындай ұл. Айтып мұны отырмын не себептен, Есет батыр кім еді кеше өткен. Ресейге патшалық қарсы шығып, ел ішінде беделін еселеткен. Батыр болған әйгілі заманында, кенде болмай өтіпті қошеметтен. Сол Есеттің айтан бір оқиғасын, тоқып алам зердеңе десең еппен. Аз болмапты қазақта алдаспан ұл, батырлармен биік қой мәңгі аспаным. Соның бірі көзі бар батыр еді, даладағы бір еді марғасқаның. Жас ұлғайған шағында барымтада, қаза бопты қолынан жанғасқаның. Ал жанғасқа жеті ру табын екен, қарға тамыр қазағым қандас бауыр. Батыр кегі оңай ма арадағы, жақындықтан ұқсада мән қашқанын. Құнын атап төртердің табын кепті, туыстықты қаламай тоң басқанын. Тарқатуға батырдың жүздік асын, әлім шөмен қосқанда ізгі басын. Ержан қожа бастаған игі жақсы, табындармен жатпастан мұжғыласып. Құныменен төртердің бітісіпті, ағайындық арада мызғымасын. Кек қылмауға бұл емес жалғыз себеп, бітісуден басқалай оң нұсқа жоқ. Анталаған жан-жақтан жауларың бар, қан шеңгелін мойныңа салғызса көп. Қоқаңдаған қоқанмен қиюаң анау, одыраңда ұрыстар орнықса кеп. Тізе қосып қалайша күресесің, қарап қалай тұрарсың қол қысқа деп. Бұл қазаққа сондықтан бірлік керек, алауыздық болмайды болмысқа деп Жанқожа байыппен бір тоқтады. Тоқтағаны маңынан сыр тартқаны, Сапақ, Бәймен, Ерназар бас изесті, Қарасақал дабыл тек қылпақтады. Ой сұрады емес пе бұл қазамен, әлімменен шөменнің бір қапталы. Шаңырағын табынның шайқалтуға қалғаны ма жарымай ұрпақтары. Жанқожа айтты: асықпа дабыл батыр, дұшпаныңның дайын тұр ұр тоқпаға. Айтты сөзін нығырлап батыр әрбір, елді ойласа батырды батырар мың. Қанды қанмен жуамын деді Есет, 20 жасар ұл еді көті бардың. Жас жігітке Ержәкең ырза болды, нағыз өзі екен бұл оты бардың. Көдекеңнен осындай ұл қалмаса, шыныменен қайғыдан ақырармын. Бұра тартып тұрғанмен ердің сөзін айтып тұрау, ақылға шақырармын. Түсінемін, ауыр ғой балам қайғың, әйтсе де мен ел үшін алаңдаймын. Басындағы бірердің зауал емес, ел басында күн туған заман ғой бұл. Шідерленді Ержәке еркің неден, батырең бетіңе жау келтірмеген. Қайтқаныма қаруың шыныменен, орда бар ма еңкеймей сен кірмеген. Кегі үшін жақайым жылқайдардың, екі қара қалпақты өлтіргенең. Сен қумасаң, мен қуам қанды кекті, азаматтың алдында сертін берем. Деді Есет ашу жоқ көз қарасында. Қайдағыны еске есе саласында, ұмытылып жайтеді бара жатқан, ғибрат бар білгенге дәл осында. Сол үсіме бүгінде өкінемін десем балам, сөзімен анасың ба? 5 жыл бұрын Жанназар қарақалпақ болмағанда қалдым жау арасында. Тура келген ажалдан алып қалды, болар еді оғанда санасуға. Екі қарақалпақты обал беткен, менікінен бір ерлік табасың ба? Әлде мені ап қалған жаудан аман сәуле бар ма әлгінің санасында?
хиуа, қоқан немесе орыс болып жазым қылған әкеңді даласында атқа қонса арман не бақты байлап, байыбына сен мұның барасың ба? Деді Жәкең Есетке ойлы жүзбен, бейілді боп табынмен жарасуға, өріп қойған сақалы Жанғожаның саусағының сусиды саласында. Десең Жәке, өзің біл парқың қайда, қанға қан деп аталған салтым қайда, ата жауым ендігі солар болар, деді Есет, сонда да тартынбайды. Қайталады Жанғожа сөзін әлгі, жақының ақылшың жарқылдай ма? Қауіп қылам қан төгіс кек қуудан, тұтастықтың етеді қалпын майда, еңіреген ері болсаң намыс тойлар, қыл бұғауда қылғынған қалқынды ойла. Отырғандар осыған мақұлдасты, біраз жайтты кеңінен ақылдасты, ел шетінде жау жатыр аңысаңдап, күн туғанда басыңа жақын жақсы, бір жеңнен қол, бас шықса бір жағадан, сонда ғана бұл қазақ ақ ұрмасты. Жұрт көзінен жасырын Есет қана таң алада тұлпарға тақынбасты. Қанды кегі әкенің осы жолда, етпесейгі япырай ғапыл жасты. Кек кернеген көңілмен ала бөтен, бұл іс үшін болады әлі өтем, деп кіжініп қанына қараяды. Қапияда болды ғой обал әкем. Не алармын кегімді, ала алмаспын, жастығымды өзіммен ала кетем. Оны қайтып шақырам жекпе-жекке, болғанымен әл күші шамама тең. Өлтіргенмен әкемді, әкемменен жас шамасы қатарлас адам екен. Ойы онға, санасы сан бөлініп, батыр Есет толқиды далада кең. Бұл кездері жанғасқа жырақ кетіп, орды жайлап шет көшіп қонады екен. Туылған соң тектәке тек танадан, бұл алмайды бас бұзар сотқар адам. Әдеп сақтап іздеген үйіне кеп, аттан түсті жеткізіп шаппар аман. Саулықтан соң сыр тартып үй иесі, өзі жайлы сұрады ақпар одан. Шара тола қымызды төңкерешіп, жолаушымын, деді Есет жоқ қараған. Жоқтың ізі жетелеп келді осында, тура келді қаншама жол басуға. Жолым болып мінекей ат жалдырдым, сіздікіндей тап келіп зор қосымға. Жалғыз атпен қамданбай шыққан едім, қасым ерткен жоқ еді жолдасында. Аулыңыздан шығарда бір ұлыңыз жол көрсетіп жіберсе болмасын ба? Әр сөзінің салмағы Есеттің, тастан ауыр бергісіз қорқасынға, жұмбақтаған болады сырын ашпай, отырғандай болса да жар басында. Арлы жігіт бармады Жанғасқаның жағасынан бас салып жармасуға. Жанғасқа да әккі ғой көпті көрген, жас жігітпен енді үнсіз арбасуда. Сөздері де оқ емес құратылған, дайындалған тұспалау бір ақылдан. Өтібардың баласы боп жүрмегей, еттім бекер әкесін сірә құрбан. Батыр туған бір ұлы бар деп еді, дәуде болса Есет-ау мына отырған. Құтылдым ба деп жүрім бір жолата, құнын төлеп 4 есе сұратылдан. Күнәм үшін жасаған кезі келді-ау тас төбемнен Құдайдың ұратын дәл. Бұл алмайым ісімді ақтап әлек, тағайталман ешкімге жақтама деп. Нәлет жауғыр барымтай берекесіз, қайдан ғана бұл қазақ тапқан әдет. Қартайғанда сені де о көті бар, қандай түлен түрттікен бақпама кеп. Қарбаласта сойылым қате тиіп, енді отырмын ақ жүзім қап-қара боп. Ұлың міне, ұлымды сұрап тұр кеп, маған тимей жас үлкен сақтап әдеп. Өкініші өзегін өндіршектеп, ой санасын отырды он бөлшектеп, әпер бағандықпенен әнтек кетіп, түрім мұнау оржайлап елден шеттеп, қара жерде шығарау жиркенетін, мойнымызға күнәні өңгерсек көп, деп Жанғасқа толғанып отырды да, есін жиды көңілін шерден шектеп, өңменінен өтердей күйдіреді жас жігіттің жанары төрден шоқ боп. Бір шешімге бекінді тәуекелдеп, ұлы біржан аттар да келген шерттеп, Есетпенен құралпы бұл баласын қонақ кертіп жіберді жол көрсеттіп.
Енді мұны есетте құр қалдырмас, кек жолында қалайша құрбан қылмас, әзер шыдап ауылдан дөң асқанша, діні қатты болса да сырды алдырмас. Ат тізгінін тартты да былай деді: айтарыма құлақ сал, Біржан құрдас. Сан сұмдыққа куә ғой сағымдалам, бір пұшпағы жоқ қанға малынбаған. 3 ай бұрын осыдан менің дәкем қызық көрер шағында арындаған. Мына сенің әкеңнің қолменен қанға бөгіп мәңгіге дамылдаған. Ішің сезген болар, сол көті бардың Есет деген ұлының жалындаған. Жүздік асы өтсе де әкеміздің қылмысының бас әлі шабылмаған. Әлім шөмен дүркірей атқа қонып қалдырмас деп ойлап ем табындаман. Селк аққан соң үмітім атқа қонып кек алуға кеп тұрмын, алынбаған. Осы жерде қанға қан, жанға жан деп орнына әкеңнің жаныңды алам, деді Есет жанары толып қанға. Біржанның да мұндайдан қорыққан ба, айылында жинамай жымиды да былай деді: біледі анықталла. Ақыл бар ма сойылда сілтегенде, екі тарап қарсылық танытқанда, болған жайтты ойға алып бағамдасақ, ақиқат бар жүк болар алып нарға. Мүмкін еді ол жерде өлтіруі сенің дәкең әкемді жөныққанға. Сонда сенің орныңда мен болушем, өңешіңе қайтушем салып таңба. Қандай жағдай болса да екеумізді тағдыр жазбай тұр екен жолықпауға. Сондықтан да көп тұрмай мылжыңдасып, іс жасайық тән болар алыптарға. Осы жерде қарусыз күресейік, шықпас едік сонда әділ қалыптан да. Жеңген адам қанжармен мауыздасын, жығылғанда қапыда жаныққанда. Әкең өлді әкемнің шоқпарынан, қанжарымнан енді сен өліп қалма, деді Біржан байыппен маңыздана, мән жайына Есеттің қаныққанда. Бел буынды екеуі білек түріп, бір-біріне танытып жүрек түліп, айдалада алса кетті екеуі, көрсетеді екен деп кім ептілік. Біржанның да балуан жігіт екен, қимылында байқалды реттілік. Әкетеді тықсырып салған жерден, белдігінен Есеттің шіреп тұрып. Тура келді Есетке қорғануға, шығылмауға әйтеуір қармануда. Мына Біржан шынымен әбжіл екен, Есет оңай емесін аңғаруда. Іштен сумаң етеді әзәзіл ой: қу дүние-ай, шынымен жалғаның ба? Боз далада боз құшқан әкем құсап, жер жастанып менің де қалғаным ба? Жәрдеметші жар болып жаппар ие, мен сияқты пұшайман арда құлға. Жалбарынды осылай деп құдайға, еңіреген Есеттей текті қайда. Бабасының бабасы батыр болған, дегізбесін тұқымы бопты майда. Есет енді көшпекші әрекетке, ұтымды бір ойына жетті дайла. Іштен салмақ ниетпен ыңғайланып, Біржан дәнді қалыпты кеп бұлайға. Өз күшін пайдаланса, тежей алмай екпінін тек құлайма. Көз ілеспес шалттықпен жасаған соң, бұл тәсілі Есеттің етті пайда. Біржан батыр ал енді қайтер екен, өкініштен қоссанын соқтылайма. Жар болған соң жаратқан дес берген бе, Есет жеңіп, көңілмен өскен кеуде. Шарт бойынша жыққан соң қарсыласын, орайын деп тамақтан шешкен демде. Алайын деп қанжарын қарманғанда, қап қойыпты шекпен шешкен жерде. Әудем жерден оны алам деп жүргенде, бір қауіпті болмайды ескермеуге. Қайта келіп басталса қайтып болмақ, сөзден тайған уәделескендерде. Қиюдаған жас жан оңай емес, айырылады мұндайда естенбенде. Сүйреп ала жөнелді Біржан десет, осын ойлап кәдік қып сескенгеннен. Біржан сонда тіл қатты: сардарылды, жазғыратын ниетің аңғарылды. Айтылған сөз атылған оқ емес пе? Қаламаймын серт бұзып жан бағуды. Өлшеп берген құдайдың демі осы да, тегін алып әкеңнің ал жанымда. Шарт бойынша өлгенім, жығылғаным, бауыздай бер әкелде қанжарыңда. Қапияда жығылып қалдым-ау деп, тістемеймін өкініп бармағымда. Одан әрі сүйреуді арғылды ма, әлгі сөзге жоқ әлде абдырды ма? Аяңдады қанжары қалған жерге,
Біржанды есет сол жерге қалдырды да, ата жауым деп келген мына Біржан, жігіт екен бергісіз жан құрбыға, еңіреген екерді қарсы қойған, неткен ғана қатыгез тағдыр мына. Ойлан десет қанжарға бара жатып, санасына бар жайтты саралатып, кек қуам деп жанарым қанға толып, қап жүрмесем болғаны обалатып, мынан енді өлімге қиям қалай, Біржан нағыз ер екен дара шақып. Мен қайтадан қанжардап айналғанша, қашып кетсе жарар ед қара батып. Енді мүлде бұл үсті қаузамасем, болмағандай кетерем арада түк. Расымен бұл ісім ғапыл екен, кек алудың еді ғой сәті бөтен, албырттығай тыңдатпай ер жәкемді, деп ойламай жаңылып қапы кетем. Біржан тұрып кетпесе орнынан, ойым алған ісімді ақыры етем. Осын ойлап, артына бұрылғанда, Біржан әлі орнында жатыр.